Барлықтарыңызға сәлем. Нутелла қосылған өте дәмді панкейки дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жұмыртқаға қантты қосып араластырамыз да, сүт, одан кейін еріген жылы сары майды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін ұнға асқопсытқышты қосып електен өткіземіз де, жаңағы жұмыртқа массамызға қосып жақсылап араластырамыз. Дәл осылай. Қамырды 5 минутқа қойып қоямыз. Егер де көпіршіктер пайда болса, қамыр дайын деген сөз. Құрғақ табаға қамырды орналастырып, одан кейін нутелламызды салып, үстінен кішкене тағы да қамырды саламыз. Яғни нутелламыз жабық болуы керек. Екі жағын 1-2 минут шамамен пісіріп аламыз. Мінеки достар, панкейки дайын, үстіне сары май салып, осылай бірден дастарханға қоя берсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап, жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.